Махаббат ертегісі 27-ші бөлім. Бүгінгі эпизод өте қызықты болады. Өз әкесі ағасын атқанына әлі де сене алмаған Себді қайғырып отыр. Ал Берман қасында миын ашытып: "Сенің әкең ес-дұрыс емес, ол нағыз ауру, ол мені де өлтіреді. Өз ұлын аямаған әке мені де өлтіріп салады" деп қайғырып жатыр. Сегда осылай жылап отыр: "Енді не істеймін? Махмұт ағам қашан тірі оянады деген операциясы. Бәріне кінәлі ана Делола, Гүлзардың кесірі". Осылай Гүлзарға барлық жабанын жауып жатыр. Осы кезде Гүлзар звондап: "Не істеді, Махмұт тірі ма?" деп айтып жатыр. "Жоқ, бәрі сенің кесірің" деп айқайлаған Себдаға: "Тыңда, тағы да бір жаңалық бар. Махир мен Жанпеза некелесіпті. Оны некелескен тойын әкеміз Асап мырза барлығын жасапты, тіпті тойларында да жасап беріпті" деп тағы да жаңалық айтты. Бұл жаңалықты естіген Берман: "Менің әкем нағыз оңбаған, енді не істеймін? Мені өлімге қиды, жалғыз ұлдары мен ғой, сонда да мені өлімге қиды" деп тызақтады. Жанпеза мен Махир бір-біріне еркелеп қонақ үйдің ауласында отыр. Махир оған: "Мен сені бәрінен де қызғанамын. Мен көрген нәрселерімнен басқаларды көрмегенін қалаймын. Сені қатты сүйемін, жақсы көремін" дейді. "Осыдан кейін біз неге исуастар құсап далада отырмыз? Шеркеттік бөлмеге барамыз" дейді. Жанпеза шошып кетті: "Неге, не үшін? Бөлмеге не үшін барамыз?" дейді. "Жоқ, бөлмеге емес, біз екеуміз нар ойнаймыз. Нар ойнаған ұтылған адам осы шарттарды орындайды: бір бөлмеде құшақтасып жату" дейді. Осылайша екеуі нар ойнауға кетеді. Sıla болса Сәлім жасаған тамақтарды жеп: "Ой, өте дәмді, сондай дәмді қылып жасайсың" дейді. Сәлім болса мақтанып: "Сен еш уақытта тамағың емес, сұлулығыңмен еркектерді арбау керек" деп ақылын айтып жатыр. Осы кезде Сәлімнің үйіне Жанпезаның әкесі Куршат келеді. Айқай шығарып Сәлімге өзінше сес көрсетеді: "Сенің адамдарың мені ұстай алмайды, мен үйіңе кірдім" дейді. Солай ешқандай ескертпесіз Сәлімнің жеп отқан тамағына ауыз салып жеп кетеді. Ал Сәлім жек көреді: "Дәл осылай жасаған адамды мен бір кездері соңы жаман болған" дейді. Ал Куршат болса оны елемей: "Менің басымда мына жерімде барлық қулықтар бар. Мен Жанпезаны алдыңа келтіремін" дейді. Осылайша үйіне кіріп Сәлімнің тіпті Сыланың көзінше өзінің қызын әкелетін етеді. Ал мұнда Махмұт: "Мен өлемін" деп Себдаға айтады. Сегда: "Жоқ, сен өлмейсің" деп жылап жатыр. "Мен өлемін. Мен саған шындықты айтып кетейін. Сыланың ішіндегі бала Кемалдың баласы емес, Ильмаз әулетінің емес. Мені қызым өлтірді, әкем емес. Қызым мені намыспен өлтірді. Қызым мені қара бет қылды" деп осылай соңғы демге кетеді. Ал мұнда Жанпеза мен Махир өте бақытты. Екеуі нар ойнап, тіпті Махир жеңіліп қалып ренжиді. Қайта-қайта ойнаса да ұтыла алмайды. Өйткені оның жауабы нақты орында бірге жату еді. Бірақ ол нәрсесі болмады. Дегенмен жеңіліп қалса да Жанпеза қасына жатуға рұқсат береді. Сол сөзді естіген Махир екі езуі екі құлағына жетіп мәз болады. Берман болса анасының бөлмесіне жүгіріп келіп: "Ана, әкемнің есі дұрыс емес. Енді мен не істеймін? Мені құтқар. Жәбір мені де өлтіреді. Енді не істеймін? Мені қалай құтқарасың" деп айқайлайды. Осы кезде тынышталып бәрінің бір есебі болар деп. Ал мұнда Себда күйеуінің тірі қалу үшін әкесіне келеді. "Әке, сен бізді қалайша осындай жағдайға қидың? Әке, бәрін кешір, ұлыңды да кешір" дейді. Ал ол: "Ұлым өлген" деп жауап береді. Ал мұнда таң атпай екеуі түнімен ұйықтамай бір-бірін қарап екі ғашық. "Сен ұйықтадың" дейді Махирге. Махир: "Мен ұйықтамадым, мен сені көзіммен аңдып жатырмын". Осылай екеуі Сәлім таң атпай шақырып алды. Тағы да ұқсатсыз Сәлімнің тамағын жеген Куршатқа ала көзбен қарады. "Сен менің қарнымды осылай кофемен тойдырмақсың ба? Кофе таңғы ас емес" дейді. "Тезірек айт ойыңды" дейді. Осы кезде Рашид комиссар бізді алдап жүр дейді. Күйеу жігіт пен қалыңдық осы жерде некесін тіркеуге барадыр. Осы кезде дос екеуі келе жатыр. Махир айтады Салихқа:
сен сараны атып қалған сияқтысың дейді. Салик болса, қой, маған ондай тентек қыз керек емес, өте бұзық қыз, ол маған керек емес дейді. Осылай әзілдесіп, Махир екеуі некелері тіркеуге кетіп бара жатыр. Ал мұнда Перман: мама, мен әкемнің орнын таптым, ол әлгі Жанпезаға өте әшекей қымбат сыйлап дейді. Екеуі де осы жерде азаптың есі дұрыс емес, осылай бір-бірін жамандап жатыр. Ал мұнда Махир қалыңдығына әдемі көйлек алып бергісі келіп қарап тұр. Осы кезде Жанпеза маған керек емес деп жатыр. Ал Сәлім болса Қожаттың жағасынан алды. Неге сен баяғыдан бері шындықты айтпадың дейді. Жанпеза мен Махирдің некелескенін айтқан. Мен ойыннан жеңілдім, сен неге кешеден бері айтпағансың олардың некелескенін деп айқайлап жатқан кезде Сыланың атасы келеді. Қане немеремді беріңдер. Менің ұлым олармен келіскен болса да ұлымның жазасын алдым, ұлымды атып тастадым. Маған Сыланы қайтарыңдар дейді. Осы кезде Сәлім жек көріп кетеді. Сен менің әкеме ұқсайсың, сені жек көремін, сен маған ұнамайсың, сен шал. Осылайша екеуі сөзбен теке тіресіп, ақыры соңында Сәлім бұл шалды үйден қуып шығады. Ал Рашид болса адамын аңдытып қойған Қожатты. Қожат не істеп жүр? Сәліммен бірге жүр. Осындай ақпараттардың барлығын біліп отыр. Алдағы уақытта тағы да жоспары қандай? Алдын ала барлығын біліп, зерттеп, тіпті адам салып қойған екен Қожаттың не істеп не қылғанын. Махир болса Жанпезаның анасының көйлегін, яғни қына кешіне киді деген көйлегін әкеліп Жанпезаны қуанып тастады. Жалғасы бар.